Бәріңе сәлем, менің есімім Қасымхан. Бүгінгі видеода мен сіздерге бар жоғы 14 күннің ішінде қалай іштегі майды кетіру керектігі туралы көрсететін боламын. Видео барысында жаттығуларды менімен бірге қайталай отырып, сіз міндетті түрде нәтижеге жетесіз. Егер де нәтиже 100% болған қаласаңыз, онда сіз тамаққа да мән беруіңіз керек. Өзіңізге керекті калорияны бойыңызға, жасыңызға байланысты есептеп алыңыз. Жуықтай алатын болсақ, еркек адам 2,5 калория, ал әйел адам 1200 калория жеу керек. Және тек қана калория емес, қандай тамақ жегеніңізге байланысты. Бұлардың барлығы сіздің іштегі майдың пайда болуына себеп болады. Қандай тамақ жеу керек, қалай калория есептеу керек, осылар туралы видеолар менің каналымда болады. Сол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ендеше жерге жатамыз және бастаймыз. Егер жаттығу барысында беліңіз ауырып кетсе, онда 3-4 секунд демалып, жаттығуға қайтадан кірісіңіз. Жаттығуларды деп ойлаймын, теріс шыққан шығар сіздерден де. Видеоны атты ойлаймын, осындай қазақ тіліндегі фитнес каналына тіркеліп қолдап жіберіңіздер. Әлі алда талай видеолар болады. Менімен бірге алға!